Қайырлы күн баршаларыңызға. Біздің топтың таңдаған тақырыбы рухани жаңғырудың қажеттілігі мен жолдары. Біз өз еліміздегі жаңа бастауларды әрқашанда қолдаймыз және барынша септігімізді тигізуге ұмтыламыз. Сол бастаулардың бірі біздің тақырыбымызға арқау болған рухани жаңғыру идеясы. Келесі кезекте назарларыңызға жобамыздың мақсаты мен және де топ мүшелерінен ұсыныстарды ұсынамыз. қалай өзгертеміз деген сұрақтардың туындайтыны анық. 21 ғасырдағы ұлттық сана. Бұл ретте тұтас қоғам мен әрбір қазақстандықтардың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын жіктеуге болады. Бәсекелік қабілет, ұлттық аймақтық немесе жаһандық нарықтағы бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Яғни компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына септігін тигізетіні сөзсіз. Сол себепті цифрлық Қазақстан, үш тілде білім беру, мәдени және конфессияаралық келісім сияқты бағдарламалар ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды 21 ғасырдың талаптарына сай даярлаудың қамы. Туған жер бағдарламасын қолға алу. Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді? Жалпы бағдарламаның мәні неде? Біріншіден, бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. Екіншіден, басқа аймақтарда көшіп кетсе де туған жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы келетін кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері мен жастарды ұйымдастырып қолдау мақсатында. Бұл қалыпты және шынайы патриоттық сезім. Ол әркімде болуы мүмкін. Біз оған өз кезегімізде тыйым салмай, керісінше ынталандыруымыз керек. Жалпы ұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіру, яғни бұл дегеніміз Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы. Ұлт мақтаныштар тек қана бұрынғы өткен батыр бабалары, данагөй билер мен жыраулар ғана болып қалмауы тиіс. Бұл ретте көзделген мақсат Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы, яғни тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы сан алуан этнос өкілдерінің тарихында назарда ұстау. Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып қатып қалған дүние емес. Ол үнемі заман ағымына сай дамып отырған тірі ағза тәрізді. Ол өмір сүру үшін әрқашанда бейімделуге қабілетті болуы шарт. Заманға сәйкес жаңғыру міндетті барлық мемлекеттердің алдында тұр. Алайда жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылысты түбегейлі жаңғыру және басқа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсу үшін туындаған мүмкіндіктерді сақтап қалу, одан әрі нығайта түсу оңай емес. Біздің басты күшіміз бірлікте демекші. Қазақстанды кейінгі ұрпақ үшін бұдан да өсіп өркендеген елге айналдыру басты жалпыға ортақ мақсат. Алдымызға қойған мәжеге жетуіміз үшін баршамыз жұдырықтай жұмылып, аянбай еңбек етуіміз керек. Сол кезде ғана алдағы асулар мен белестерді бағындырарымыз сөзсіз. Сананың ашықтығы. Бұл ретте біріншіден, ол дүйім дүние, жер шарының өзіне қатысты аумағында және өз елінің айналасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік береді. Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны нәтижесіндегі өзгерістердің бәріне дайын болу деген сөз. Үшіншіден, өзгелермен тәжірибе алмасу мақсатында ең озық жетістіктерін,
бойға сіңіру мүмкіндігі. Таяу жылдардағы міндеттер: қоғамдық сана өз кезегінде тек қана заман талабына сай жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруда ғана емес, сонымен бірге заман сынағына лайықты төтеп беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап етеді. Қазіргі таңда осыған орай бірнеше жобалар ұсынылған болатын. Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастау, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын қолға алу. Бұл бағдарламаны қолға алудағы басты мақсат қандай? Ең алдымен 100 мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім беру, яғни білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау. Прагматизм: өзінің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу. Ысырапшылдық пен астамшылдыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу, ұлттық бірегейлікті сақтау. Ұлттық сананың кемелденуі, яғни ұлттық сана сезімінің көкжиегін кеңейту, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оны бірқатар сипаттарын өзгерту. Алайда басты мақсат ұлттық салт-дәстүрімізді, тіліміз бен музыкамыздың, әдебиетіміздің, жоралғыларымыздың, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыздың бойымызда мәңгі қалуы. Білімнің салтанат құруы, білімді көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу біздің қанымызда бар қасиет. Осыған орай елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылып, зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасуда. Себебі құндылықтар жүйесіне білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жететіні сөзсіз. Келесі кезекте сауалнама қорытындысы. Біз осы жобамыз бойынша жасөспірімдер мен орта жастағы адамдар арасында өз сауалнамамызды жүргізген болатынбыз. Сол сауалнаманың анализін қорытындылап шығардық. Осы арқылы біз жобамызға жаңа идеямызды қостық. Басты идеямыз қазіргі заман талабына сай рухани жаңғыру тақырыбына адамдардың қызығушылығын арттыру мақсатында Instagram желісінде өз парақшамызды аштық. Болашақта осы парақшамызды ары қарай дамытамыз деген сенімдеміз.